Қазақстан сіздермен бірге Johnny GZ. Бүгін біз Clash Royale ойынынан келесі летсплейімізді жалғастырамыз. Келесі дегенде таныстыру, аккаунтымды таныстыру. Квест аштық. Жаңа ғана түсірдім Clash of Clans'тан. Ол видео шығады осы видеоның алдына. Мен дейтін қатысып саған екен ғой. Мен дейтін вайнаға қатысып саған екен 650. Вау. Короче, осындай аккаунт қазір бәрін таныстырып өтетін боламын. Мінекей простой карталар, қазір тоқтаңдар. Мінекей осылай іздесеңіздер әсем деген шығады. Сосын мінекей статистикасын қараңыздар, бәрі нормально. Колода мынандай, любимый. Бірталай айгатыр осы колода. Мен бірталай дегенде Clash of Clans пен Clash Royale'ды. Осы Clash Royale'ды 1 жылдай ойнадым. Осы алдыңғы күзден бастап. Бұйығы күз болып кеткен күз бар, соған дейін ойнадым. Сосын маттағы қызықтымда Clash of Clans пен Clash Royale тастап кетті менде. Наурыздың 15-нен бастап Clash of Clans пен Clash Royale'ды қайтадан бастадық. Жоқ, сәуірдің 15-нен бастап айтпақшы, мен қолым сынған кезден бастап. Айтатын нәрсе, бұл әсем деген аккаунт қарындасымның ойындар шығып отыр. 10-шы арена компания города, яғни 3044 трофей бар. Енді көп көтерген жоқпын, қиындап кетеді деп. Мінекей осындай кланда жүрмін. Руководительмін, аттак. Мен как всегда руководительмін ғой любой ойында деш. Мінекей, енді көп ойнамағаттан донат дұрыс бермеппін. Енді карталарға кеттік. Мінекей, простой карталар қазір мен. Легендарный карталарды көрсетемін. Мінекей, сіздерге легендарный карталар. Бревно, ледоний колдун, королевский призрак, принцесса, бандитка, шахтер, спарки, мега рыцарь, адская гончая. Мінекей, мына карталар ғана қалды, алынбай қалған. Мынау дровосек, пламенный дракон, громовый жец, ночная ведьма, кладбище. Мынау дейтін не ғой? Қалай етаты? Айту, лучник, мынау лучник, мынаны атын ұмытып қалып тұрмын. Қарап жүрейік қазір. Көрсетем әкем деді. Онда битесінде, осыларда болу керек, кейбірлерде болу керек. Міне. Сейчас мини-генератор деген екен аты. Бірінші тестуетін. Бұлай білемде, бірақ атын бірінші тестуетін. Короче, осы карталар жоқ. Басқа карталарды көрсетіп өтейін. Мінекей жайлап көрсетем. Обычныйлар осындай. Элитный бар 10 уровень, Ардамин 10 уровень, Падрини 11 уровень. Мінекей редкий карталар. Қарабаңыздар көзбен шолып. Колдун 8 уровень, Кабан 7, Валькирия 7, көтеру болады негізі. Ақша 46 мың көтересіздер өздеріңіз қалаған карталарыңызды. Сол үшін ақша жинап қойдым. Егер алатын болсаңыздар, менің нөміріме звондаңыздар. Мінекей эпический карталар. Зеркало 4 уровень, Ярость 4 уровень, Варвар 1 уровень, Бочка бар деген. Клон 5 уровень, вау дейш. Армянский лет 5 уровень, Торнадо 2. Вот так қарабаңыздар осылай. Мына охотник 2 екен, охотник керек емес негізі. Яд 1, ведьма 4. Дракончик, шар. Қарап алыңыздар. Гигантский скелет 5 уровень. Міне, легендарный карталардан шахтер мен бревно 2 уровень. Спарки 2 уровень, принцесса 2 уровень. Вот так. Басқалар айтатыным жоқ. Инам деш. Егер сіздерге менің аккаунтым ұнап тұрса, бағасы да ұнап тұрса, енді бағасы арзан деп ойлаймын. 2 ойынды осыққанда 3500-ға кетеді. Оқтан алып болыңыздар, достар. Clash of Clans және Clash Royale-ға. Clash Royale негізі маңызды деп ойлаймын. Clash of Clans-ға қарағанда 10-шы арена, бірталай карта бар. Короче, давайте, достар, енді
номер описанияда болады. Сондықтан звондап менен сұрап осы аккаунтты алуларыңызға сәттілік ал. Давайте.